Мына суреттегі ер адамға қараңыз. Өте тартымды әрі қарапайым кісі. Жүзіне қарап қанқұйлы қанішер деп айта алмайсың. Аты жөні Озгур Деңиз, 23 жаста. Түркия астанасы Анкара қаласының тұрғыны. Ол құрбандарын айуандықпен өлтіріп қана қоймай, олардың етін өзінің ата-анасына жегізген. Ең алғашқы қылмысын 17 жасында, сонау 2001 жылы жасапты. Төбелес барысында өзінің досын кездейсоқ өлтіріп қояды. Артынша әкесімен бірге полицияға барып, өз еркімен берілген. Сөйтіп сот шешімімен 14 жылға қамалып кетеді. Алайда 3 жылдан кейін рақымшылыққа ілініп бостандыққа шыққан. Түрмеден шыққан соң офицер әкесінің жолын қуып әскерге кетеді. 1 жылдық борышын өтеп қара шаңырағына оралған соң жеке кәсібін бастайды. Яғни тігін шеберханасын ашқан. Болашағы жарқын, өмірі алаңсыз, жанұясы бай қуатты. Бірақ күндердің бір күні ол кенеттен құбыжыққа айналды. Бірінші айуандық қылмысын 2007 жылдың 5 маусымында жасайды. Жаңа ноутбук сатып алу үшін ол жергілікті компьютерлік дүкенге келген. Бірақ қалаған ноутбугына ақшасы жетпей қалған соң, сатушы жігітпен саудаласпаққа тырысады. Ал саудаласуға құлқы болмаған сатушы оны боқтап дүкеннен қуып жіберіпті. Ызаға булыққан Озгур іштей кектеніп қалады. Ол әкесінің тапаншасын алып, кешке қарай әлгі дүкенге қайтып келген. Сөйтіп сатушыны басынан атып өлтіреді. Мұнысы аздай, мәйіттің көтенін кесіп алып кеткен. Сондай-ақ әлгі қалаған ноутбугында қолды қылады. Екінші қылмысын 2007 жылдың 12 қыркүйегінде жасайды. Түнгі қаланы көлігімен кезіп жүрген ол алыстан қоқыс жинаушыны байқайды. Ол дереу көлігінен түсіп, қоқыс жинаушыға қарай әкесінің тапаншасымен оқ атқан. Бірақ нысанаға дөп тигізе алмайды. Иығы жараланған қоқыс жинаушы қашып үлгерген. Сәтсіздігінен налыған Озгур көлігіне қайта отырып қаланы шарлай жөнелді. Сөйтіп 55 жастағы ер адамға тап болған. Қанішер оны басынан 2 рет атып өлтіреді. Ал мәйітін көлігінде бөлшектейді. Яғни көтені мен жамбас етін кесіп пакетке салып алған. Сосын мүрдені қала сыртындағы қоқысқа тастап кетіпті. Анықталғандай, ол мәйітті лақтырған жерде ұялы телефонын түсіріп алған екен. Дәл осы дәйектің арқасында қанішердің жеке басы анықталды. Үйін тінту барысында тоңазытқышынан құрбандарға тиесілі жамбас пен көтен бөлшектері табылған. Бірақ сорақысы бұл емес. Мәйіт бөлшектерін өзі ғана жеп қоймай, бірге тұратын ата-анасына қойдың еті деп жегізіп жүрген. Қанша жауап қалынғанымен, ол қылмыстарының нақты себебін сол күйі түсіндіре алмайды. Психиатриялық сараптама нәтижесінде оның шизофрения дертімен ауыратын анықталды. Сондықтан қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Қазіргі таңда Озгур Деңиз 41 жаста. Анкара қаласындағы психиатриялық емханада жатыр. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.